Сіздерме оқушылар, қазақ әдебиеті сабағына қош келдіңіздер. Бүгінгі сабағымыз тәрбиенің қайнар бұлағы бөлімі бойынша Ыбырай Алтынсариннің Қыпшақ Сейітқұл әңгімесі Сейітқұл еңбек адамы тақырыбына арналады. Сабақтың мақсаты әдеби шығарманың тақырыбы мен идеясын анықтау. Оқушылар, бүгінгі сабағымызды Ыбырай Алтынсаринның Кел балалар оқылық өлеңімен бастаймыз. Кел балалар оқылық, оқығанды көңілге, ықыласпен тоқылық. Оқысаңыз балалар, шамнан шырақ жағылар. Тілегенің алдыңнан іздеме-ақ табылар деп ақын жырлағандай, оқып, білім алып, білім мен еңбекті ұштастыра білсек, үлкен жетістіктерге жетеріміз сөзсіз. Алдыңғы сабақта Дулат Бабатайұлының «О ақтан жас» өлеңмен танысып, талдау жұмыстарын жүргізген болатынбыз. Өткенге үңілсек әдісі арқылы өткен сабаққа шолу жасап, мына сұрақтарға жауап берейік. Ақын ақтан жасқа қандай үміт артады? Ақтанның бойынан қандай қасиеттерді көргісі келеді? Ақтан жас жетістікке жету үшін қандай әрекет ету керек деп ойлайсыздар? Өте жақсы, дұрыс айтасыздар. Ақын жетістікке жету үшін ақтанның бойынан шыдамдылық, төзімділік, адалдық, еңбекқорлық сияқты қасиеттерді көргісі келді. Білімді болу үшін де, дәулетті болу үшін де еңбек ету керек деп түсіндірді. Оқушылар, бүгінгі сабағымыздың эпиграфы ердің атын еңбек шығарады. Ұсынылған бейнероликті көріп, мәтінді мұқият тыңдаңыздар. Ыбырай Алтынсарин 1841 жылы Қостанай облысы Қостанай ауданында дүниеге келген. 3-4 жасында әкесі қайтыс болып, атасы Балғожаның қолында өсіп тәрбиеленеді. 1850 жылы Орынборда ашылған мектепке қабылданған 30 қазақ баласының бірі 9 жасар Ыбырай болған. Ыбырай 1857 жылы оқуын өте жақсы деген бағамен бітіріп, өз елінде тілмашты қызмет атқарады. Ыбырай мәдениет пен білім жолына халқының ынталы екенін жақсы ұғып, ол қоғамдағы әділетсіздікке қарсы күресу үшін ел ішінде білім, өнер ісін кеңейте беру керек деп ұйғарады. 1879 жылы Торғай облысы мектептерінің инспекторы қызметіне тағайындалады. 1887 жылы Ырғызда қыздар мектебін ұйымдастыруы, қазақ даласына мектептер санының артуына байланысты мұғалімдер даярлайтын мектеп ашуды қолға алу, оның ағартушылық аса зор еңбегі. Педагог, ақын, ағартушы, жазушы, аудармашы, публицист Ыбырай Алтынсарин 1889 жылы дүниеден озған. Оқу, білім алу, еңбекті сүю және қадірлеу Ыбырай шығармашылығының негізгі тақырыбы. Келешекке сенімі мол Ыбырай өмір көркі, болашақтың иесі жастар деп ұқты. Сондықтан да ол қазақ жастарын оқу, өнер, білім, техниканы игеруге шақырды. Ыбырай Алтынсарин төл әңгімелері қысқа да нұсқа құрылып, мазмұны жағынан ұтымды келеді. Осыған орай оның Қыпшақ Сейітқұл, Киіз үй мен Ағашы атты новеллаларын тілге тиек етуге болады. Бұлармен үндес, аурудан аяған күштірек, асыл шөп, шеше мен бала, бай мен жарлы баласы, таза бұлақ тағы басқа әңгімелері әсерлі де көркем шығармалар. Ыбырай 1879 жылы Орынборда қазақ хрестоматиясы оқулығын бастырып шығарды. Қазақ хрестоматиясы балаларға арналған өлеңдер мен шағын әңгіме новеллалардан құрастырылды. Олардың бір қатарын өзі жазды, біразын сол кездегі орыс оқулықтарынан еркін аударып алды. Хрестоматияда берілген қай шығарманында тәлімдік мәні зор. Ақын, бұл кітапты құрастырғанда мен біріншіден осы біздің ана тілімізде тұңғыш шыққалы отырған жалғыз кітаптың орыс, қазақ мектептеріне тәрбиеленіп жүрген қазақ балаларына оқу кітабы бола алу жағын көздедім деген пікір білдірген екен. Сіздерге Ыбырай Алтынсариннің өмірі мен шығармашылығы туралы ақпарат берілді. Бейнероликті тамашалап, білімімізді толықтырдық. Білімімізді жинақтау мақсатында сәйкестендіру тапсырмасын орындайық. Бағалау критериймен таныс болыңыздар. Хронологиялық кесте бойынша сәйкестендіреді. Дескрипторлар мәтін мазмұнын түсінеді,
қажетті ақпаратты саралайды, кесте бойынша сәйкесін табады. Жарайсыздар, жауаптарыңыз сәйкес келді деген ойдамын. Оқушылар, сабағымыздың негізгі бөліміне назар аударыңыздар. Ыбырай Алтынсариннің үздік әңгімелерінің бірі Қыпшақ Сейітқұл әңгімесімен танысамыз. Бірінші тапсырма. Мақсатты оқу әдісі арқылы мәтінді мұқият оқыңыздар. Мәтінде кездесетін көне сөздер мен мағынасы түсініксіз сөздердің астын сызыңыздар. Дескрипторы. Мәтінді мақсатты түрде оқиды. Мәтінде кездесетін көне сөздер мен мағынасы түсініксіз сөздерді анықтайды. Жақсы, мәтінді мұқият оқыдық. Келесі тапсырмаға назар аударайық. Сөздік көмегімен сөздік қорды дамыту әдісі. Дескрипторлар. Өзінің ойынша сөздің мағынасын болжайды, сөздіктен сөздің анықтамасын табады. Сөздікке назар аударайық. Тобыр, шоғырланып жиналған халық, қалың нөпір топ. Барымта, жауласқан екі рудың бірінің бірі мал мүлкін тартып алып кек қайтаруы. Жортуыл басы жолда қалу, қақтығыста қаза табу. Шығыр салу, егістікке су шығару үшін жасалған су жүретін науасы бар құрал. Жамағат, аздаған жақындық, алыс туыстық. Шыңдауыл, қарауыл шолғыншы деген мағына береді. Оқушылар, әңгіме мазмұны бойынша негізгі кейіпкер кім деп ойлайсыздар? Әрине, Қыпшақ Сейітқұл. Ал Қыпшақ Сейітқұл жай ғана кейіпкер ғана емес, өмірде болған шынайы тұлға екенін білесіздер ме? Сіздерге қысқаша мәлімет беріп өтейін. Қыпшақ Сейітқұл Маманұлы шамамен 18-19 ғасырларда өмір сүрген, есімі аңызға айналған егінші. Орта жүздегі Жетарыс Қитаба руынан шыққан. Сыр бойындағы иеліктері егін шаруашылығына тарлық ете бастаған соң, Торғай өңіріне келіп, Қабырға өзені бойындағы Қарақоға деген жерге тұрақтаған. Өзен жағалауына шығыр орнатып, аяқ егін, атпа егін әдістерін пайдаланған. Диқанның бұл еңбегі жемісті болып, 5-6 жылдың ішінде алғаш келіп қоныстанған 12 үй 400 үйге жеткен. Диқанның барымташылардан сақтану үшін тұрғызған дуалы мен су тартқан арықтарының қалдықтары Көгалат, Қызылоба, Қарақоға деген алқаптарда әлі күнге дейін сақталған. Қыпшақ Сейітқұл асқан шебер, сөзге шешен адам болған. Оқушылар, біз сіздермен әңгіме мазмұнымен таныстық. Негізгі кейіпкер туралы ақпарат алдық. Келесі тапсырмаға назар аударайық. Талқылауға арналған сұрақтар. Тапсырманың бағалау критерийлері. Мәтін мазмұны бойынша сұрақтарға толық жауап береді. Дескрипторлар мәтінді түсінеді, сұрақтарға толық жауап береді. Мына сұрақтарға жауап беріңіздер. Қыпшақ Сейітқұл елі үшін қандай ой ойлады? Елді байыту үшін қайда барды? Оған ерген халық қандай кәсіппен айналыса бастады? Егіннен шыққан өнімнің артығын қайда апарды? Сейітқұл бастаған елге басқалар не себепті қосылды? Сейітқұл жұрт ағасы болды, алайда неге уайымға қалды? Сейітқұлдың ағасы бай болу үшін не істеді? Соңында тағдыры қалай аяқталды? Өте жақсы оқушылар. Жауап берсек, дұрыс жауаптарымызды салыстырайық. Бірінші сұрақтың жауабы. 30 егедейді қалайша байытып, халық қатарына қосамын деген ойға қалды. Екінші сұрақ. Көп жерлерді кезіп жүріп, ақырында Торғай терісіндегі Қабырға деген өзен судың бойына тоқтады. Үшінші жауап. Қабырғаның бойына келген соң, Сейітқұл қолына кетпен алып, 30 елі кедейіне де кетпен беріп, жер тегістеп егін егуге кірісті. Төртінші жауап. Егіні піскен соң орып, жиып алып, артығын төңірегіндегі көшпелі елге сатып мал етті. Бесінші жауап. Сейітқұл егінді жылдан жылға күшейтіп, артығын айырбас етумен бұлардың малдары көбейіп бай болды.
Мұны көріп, әрбір көшпелі елдегі жарлы жалқабайларды келіп, Сейітқұлға қосылып, 5-6 жылда Сейітқұл елі деген 400 үйлі ел болды. 6-шы сұрақтың жауабы. Жұртының адал бейнет, маңдай терімен тапқан дәулетін аңдыған жаудан, ұрыдан, даладағы бөріден сақтаудың қамын ойлап, судың бір қолайлы жеріне шымнан биік қорған салдырды. Малдарына бақташы, қару-жарақты қаруыл жүргізді. 7-ші жауап. Жол жүріп, ұрлық барымтаны әдет еткен, ағасының қанша айтқанына болмай, 3-4 үймен көшпей, ескі орны Түркістан жағында қалғанын уайымдады. Соңғы жауап. Ағасы жұрттың малын ұрлап, бай боламын деп жүргенде, Қоңырат жағында қолға түсіп, кім екені белгісіз біреу өлтіріп кетіпті. Жамағаттарын Сейітқұл көп жылдар іздетіп, таптырып, қасына алыпты. Мәтін мазмұны бойынша сұрақтарға толық жауап бердік. Келесі тапсырмаға назар аударыңыздар. Кестедегі бос ұяшықтарды тақырып бойынша толтырыңыздар. Әңгіменің негізгі идеясы мен тақырыбын болжаңыздар. Дескриптор. Кейіпкер іс-әрекетіне баға бере алады, мақал-мәтелмен мысал келтіре алады, әңгіменің негізгі түйінді идеясы мен тақырыбын жазады. Жауабымызды тексерейік. Сейітқұл халықты егін егуге үйретті, еңбекке баулыды. Өте еңбекқор, адал, жаңашыр, ақылды, өз ісінің білгірі. Мақал-мәтел ердің атын еңбек шығарады. Сейітқұлдың ағасы барымта, ұрлық жасап күн көрді. Ұры, өтірікші, кесапат, ақмақ. Мақал-мәтел ұрлық түбі қорлық. Әңгіменің негізгі идеясы еңбек түбі береке, ұрлық түбі қорлық. Әңгіменің тақырыбы адал еңбек ету. Оқушылар, бүгінгі сабақта сіздермен Ыбырай Алтынсариннің өмірі мен шығармашылығы туралы мәлімет алдық. Қыпшақ Сейітқұл әңгімесінің мазмұнымен танысып, шығарманың тақырыбы мен идеясын анықтадық. Сабағымызды қорытындылау мақсатында Попс формуласын толтыруды ұсынамын. Ықтимал жауапты ұсынамын. Менің ойымша, бұл әңгімеден еңбектің арқасында бәрінде жеңуге болатынын және өз пайданды ғана ойламау керек екенін білдім. Себебі мен оны былай түсіндірер едім. Сейітқұл 30 елі кедейге қамқор болды және еңбектің арқасында байыды. Оны мен мына мысалдармен дәлелдей аламын. Қолына кетпен алып, 30 елі кедеймен егін екті. Артылғаны болса малға айырбас жасады. Осыған байланысты мен мынадай қорытынды шешімге келдім. Мен де Сейітқұл ата сияқты еңбек етіп, оқып, адамдарға жақсылық жасағым келеді. Үй тапсырмасы. Қыпшақ Сейітқұл әңгімесі негізінде ердің атын еңбек шығарады тақырыбында эссе жазыңыздар. Оқушылар, сонымен бүгінгі сабағымыз өз мәресіне жетті. Бүгінгі сабақтан түйіндегеніміз Қыпшақ Сейітқұл әңгімесі өміршең шығарма. Сейітқұл еңбек адамы. Сабақтың эпиграфы ретінде алынған ердің атын еңбек шығарады мақалы Сейітқұл образын толық ашты. Еңбекқорлық қашанда адамды биік жетістіктерге жеткізетінін естен шығармаңыздар. Сіздер де еңбек етіп, білім алып, үлкен жетістіктерге жетулеріңізге тілектеспін. Қош, сау болыңыздар.